түн ортасына ауғанымен отағасы үйге орала қоймады. Телефон шалуға батылы бармай, екі көзі төрт болып күтіп отырған Жаннұр күйеуінің тағы бір бәлеге ұрынып қалмауын тіледі. Отау құрғалы 10 жылдың көлемінде бастары тауға да, тасқа да соғылып келген жұбайлардың арасы соңғы кездері тіптен нашарлап барады. Жаннұр 4 баласымен үйде отырған келіншек. Иманға бет бұрып, намазға жығылғалы қашан. Шариғат жолымен жүріп, отағасының бабын тауып, көңілінен шығуды басты міндеті санаған Жаннұр үнем сабырға бой алдыратын. Бірақ қанша тырысса да күйеуін тура жолға сала алмады. Жақсыбек тәп-тәуір жүреді де, аузына қалай сайтан су тиісімен көзін шел басатын. Сауда-саттықпен айналысатын отағасының табысы кей кездері бөтелкесінің қарызынан артылмайтын. Оған қоса құмар ойыны қосылып, отбасын әбден тығырыққа тірейтін. Жаннұр балаларына алатын жәрдемақының көмегімен азық-түлігін алып, амалдап күн көретін. Қанша жерден жолдасына ренжігенімен ашуға бой алдырып, алқымынан алған емес. Аз да болса, әкелген 5-10 тиынын берекеге ұсатып, барына қанағат қылатын. Әкелері келгенінше дастарханнан бір үзім нан алуға рұқсатын бермейтін келіншек бала-шағасының алдында отағасының мерейін үстем етіп отыратын. Өткен жолы қарызға өсіммен ақша алған адамдардан оңбай соққыға жығылған Жақсыбекті тағы да бір жамандық торығандай уайымдап отырғаны сол еді. Есіктен теңселіп кіріп келген күйеуін көріп, Жаннұр не дерін білмей тұрып қалды. Қайда жүрсіз? Монша ішесіз бе? Ең құрғанда бізді ойласаңыз қайтты? Ей, қатын, жап аузыңды, тілің шығайын деген бе? Мен еркекпін, еркек. Сенің шаруаң болмасын. Жақсы, деген бойда аяқ киімін шешіп, балаларды оятып алмай, ақырындап бөлмелеріне кірді. Сол ұйықтағаннан Жақсыбек ертеңіне түс қайта бірақ тұрды. Тұра сала: Жаннұр, еу қатын, қарным ашты, тамағың дайын ба? Деп аюша ақырып барады. Күйеуінің мінезіне үйреніп қалған келіншек зыр жүгіріп, шай тамағын беріп жатқаны сол еді, есікке қоңырау соғылды. Жанерке, қызым, есікті аша қойшы, деді де күйеуінің қырық өтірігін тыңдап отырды. Әдеттегідей үйге кеш келгенде ойдан болмағанды болдырып, қисыннан келтіріп тұрып әйелін алдайтыны бар Жақсыбекті есіктен кіріп келген қайын ағасы Жәнібек есеңгіретіп жіберді. Ассалаумағалейкум аға, қалыңыз қалай? Келеріңізді ертерек айтпадыңыз ба? Қарындасыңыз қазанға ет салар еді, дегенде көз қиығымен әйеліне ағаң жайша жүрме дегендей ишара көрсетіп қояды. Иә, жақсымын, Аллаға шүкір күйеу бала. Сол сендердің жағдайларыңды біліп кетейін деп, оның үстіне бір маңызды шаруа болып тұрғаны. Ағатай, құлағым сізде, айта беріңіз. Айтпақ, айыпқа бұйырмасаңдар, мына үйді босатсаңдар екен. Дәл қазір демеймін, бірақ лажы барынша ертерек әрекет етсеңдер болар еді. Күйеу бала, шеттей жиенімді шұрқыратып, қуғалы жатқаным жоқ. Дұрысынан түсініңдер. Үйленгелі менің үйімде тұрып келесіңдер. Енді жас емессіңдер. Маған қазір үйді сату керек. Реніш болмасын қарақтарым. Ал мен кеттім, жақсы. Үй қарастырғанша күте тұрамын. Табылғанда бір хабарын берерсіңдер, деді де батасын қайырып орнынан тұрып кетті. Қайынағасы кете салысымен Жақсыбек: Бауыр дейді мұны да, қарындасын тентіретіп қойып, үйін сатамын дегені несі? Ей, айтан ағаңа оттамасын. Мұныңыз не сіздің? Осынша жыл үйінде тұрғызып ақысына көк тиын сұрамағанына кінәлі ме? Қайта рахмет айтудың орнына, деген Жаннұрдың көңіл күйі түсіп, дастарханды жинай бастады. Жақсыбек болса, қолына теледидардың басқарғышын алып, диванға жантая қор ете қалды. Кеш батысымен телефоны шырылдап қоя берген Жақсыбек оңаша жерде әлдекіммен ұзақ сөйлесті. Кешкі астың қамы мен балаларының ортасында қипақтап жүрген Жаннұр күйеуінің басқа біреуімен әуестеніп жүргенінен хабары да жоқ. Отағасы, келіңіз, асыңыз дайын, балалар күтіп қалмасын, деген әйеліне қарамай
Мұздай киініп, аяқ киімін киді де Жақсыбек. «Мына пәлені шөткіле!» деп аяғын тосып тұр. Жылан жалағандай жылтыратып, күйеуін өзгеге шығарып салып тұрғаннан бейхабар келіншек, іші бір жамандықты сезсе де, балаларына бір қарап, ойын басқа арнаға аударды. «Қайда барасыз? Мен де барсам бола ма?» «Саған не жоқ? Күлең еркектердің арасында отырмақпысың? Балаларға қара, жөніңді біл». «Ағамның сөздерін ойлансаңыз екен, бұлай жүре бергеніңіз жарамас. Ағамның мінезін білесіз. Тіпті мен де араға түсе алмаймын». «Қойше, миымды ашытпаңдаршы менің. Шақшадай басым онсыз да шарадай болды. Қайсы біріңді ойлай беремін, мен де адам сияқты демалғым келеді», деп есікті тарс жауып шығып кетті. Түннің бір уағына дейін бойдақ жолдастарымен шөлмектерді тауысып, қыз-қырқынмен көңіл көтерген Жақсыбек үйіне қайтқан жоқ. Ертеңіне белгісіз бір төсекте оянып, еміс-еміс кешегі түнді еске алды. Жанындағы әйелдің түрі біртіндеп есіне түсе бастады. Жолдас жігіттің қызының құрбысы-ау шамасы деп топшылап, ақырын киініп, үйден шыға беріп еді, әлгі әйел ояна сала жағасына шап берді. «Ах, оңбаған, қайда жиналдың? Мені пайдаланып тайып тұрмақсың ба?» «Пайдаланған нес? Мен сені танымаймын да қарағыны. Менің өз отбасым бар. Әйел, бала-шағам дегендей». «Отбасым дейсің бе? Отбасыңды ойласаң осылай менімен ойнас құрар ма едің? Қалтаңда көк тиының жоқ. Ішіп-жеміңді өзім төледім кеше. Барар жерім жоқ деп мүләйімсіп едің ғой». «Жә, өзіңе де керек сол болған екен. Енді маған не дейсің?» «Сен маған ұнап қалдың. Қаласаң, әйеліңнен шаршасаң, маған келіп тұрарсың. Үйім кең, көріп тұрғаныңдай. Көңіл сыйса бәрі сияды», деді де әлгі әйел жадырап сала береді. Отағасының жолдан тая бастағаны Жаннұрға да мәлім бола бастады. Есіл-дерті телефонмен көшеге ауған Жақсыбек бала-шағасының не ішіп, не жеп жүргеніне басын қатыра қоймады. Қайынағасының сөзінде қыстырар түрі жоқ. Әйелінің сөздеріне шамданып, қол көтеретінді шығарды. Үлкен қыздарының есейіп қалғанына қарамастан, анайы бұлапыт сөздерге жол беріп, әбден есіріп кетті. Жаннұр әкелері келгенде қыздары мен ұлдарын бөлмесінен шығармауға тырысатын. Осындай күндердің бірінде Жәнібек үйге келіп, көздері жәутеңдеген жиені мен қарындасына көрсеткен қорлығы үшін Жақсыбекті соққыға жығып тәубесіне келтірмек болды. Бірақ керісінше бәрі ушығып кетеді. Қайын ағасы мен дұшпандарша ерегісіп, бірге бір төбелесіп шыға келді. Жәнібек ашуға мінді де, күйеу баласын үйінен қуып шықты. Еш нәрсені намыс көрмеген Жақсыбек әлгі әйелдің үйіне еш қымсынбастан кіріп алды. Ол әйелге де керегі сол болғандай, құшағын жая қарсы алды. Жалғыз басты әйелдің бір баласы бар еді. Өзінің айтуынша, бұрынғы күйеуі нашақор, ішімдікке құмар, бір сөзбен айтқанда оңбаған адам болып шығыпты. Адам болмасына көзі жеткесін ажырасуға бел байлаған көрінеді. Кәмшаттың сөзіне имандай сенген Жақсыбек үйдегі бала-шағасы мен әйелін ойлаудың орнына әлгі әйелдің сойылын сойып, шашбауын көтерді. Жаннұр күйеуіне алаңдап қоңырау шалумен болды. Бірақ оны елеген күйеу жоқ. Қоймай шырылдаған телефонды алды да: «Иә, не керек сендерге? Менен құтылғыларың келіп еді? Құтылдыңдар. Айт енді анағаңа. Үйінде қарындасында қызғанып өліп еді. 4 баласы бар қатынға жақсы күйеу бала тауып алсын. Үйі де өзіне, менен аулақ жүріңдер». «О не дегеніңіз отағасы? Менен не айып кетті? Мен сіз үшін жүрмін ғой, ағам үшін кешірім сұраймын. Қызбалықпен болған дүние болды. Ең құрығанда сізді іздеп, сұрап, сағынып жүрген балаларыңызды ойласаңызшы». «Жә, көрерміз. Әзірге маған тыныштық беріңдер, өзім хабарласамын», деп тұтқаны қоя салды. Жақсыбектің көңілін түскенін көріп Кәмшат бар өнерін салып, дәмді тамағын әзірлеп, асты үстіне түсіп жүр. Бірнеше күннің ішінде әлгі әйелге бауыр басып қалған Жақсыбек бір жағы балаларын да сағынып, үйіне қайтуды жөн көрді.
бір істі тындырғандай кеудесін керіп келген Жақсыбекті көріп, Жаннұрдың қуанышы қойнына сыймады. Балалары әкелеріне асылып, жанынан шықпай жүр. Жаннұр тамақты жылытып, дастархан жайды да ахар-шахар шай іше бастап еді күйеуі. Жаннұр, сен ренжіме, бірақ сен соңғы кездері қатты толысып барасың. Сымбатың өзгеріп, көзге сұрықсыз көрінеді екенсің. Иә, өзім де білем отағасы, сіз жайлы болғасын, мен де жаймен семіріп алғамын ғой, деп жымия салғанымен күйеуінің сөздеріне іші қылп ете қалған Жаннұрға ас батпады. Балаларын жатқызып бөлмесіне кіргені сол еді. Жақсыбек, мен тоқал алмақшымын, деп төтесінен қойып қалды. Төбесінен жай түскендей состиып тұрып қалған келіншектің аузына бірнеше минут оңайлықпен сөз түсе қоймады. Не ғой, сенің шариғаттан жақсы хабарың бар емес пе? 4 әйел алуға болады деме, немене? Мен 4 демей-ақ қояйын, 2-ге де разымын. Сен не дейсің, қатын? Мен не дейін сізге? Шариғатта солай дегені рас. Несін жоққа шығарайын? Бірақ сіз 2 әйел алуға дайын болуыңыз керек. Екеумізді теңдей көріп, балаларыңызға дұрыс тәрбие беруіңіз керек. Қала берді табысыңыз да жеткілікті болуы шарт. Сен қорықпай-ақ қой, сенің үйің бар. Не уайым, не қайғы саған? Ай сайын балалардың ақшасын сенен сұрамай-ақ та қойдым. Ағаңмен өзің келіс үйді, ал мен тоқалдың жанында боламын. Ол менің ақшама мұқтаж емес, мен оның жанында болсам болды. Сонымен не дедің, қатынау? Деді де, 2 қолын мойнына көтеріп айқастырып, шалқадан түсіп, қиялдың жетегіне кетіп барады. Отағасының жайы белгілі болды. Енді мен қайтпекпін. Ойынша бәрі оп-оңай секілді. Басқа әйелге жіберіп қарап отыратын ақмағы мен емес. Десе де менің қолымнан не келеді? Кетем деп буынып түйініп отырған адамның жолын қалай кескестеймін деген Жаннұр кеудесіне тығылған өксікті көздеріне тығылған мөлдір тамшыларымен шығарды. Ертеңіне көңілі көтеріңкі Жақсыбек әйеліне бір қарады да, қош бол бәйбіше, сағынсам келіп тұрармын, деді де, балаларына басын бұрып та қарамай әлгі тоқалына асықты. Отбасын сақтап қалу үшін барын салып жүрген Жаннұрға күйеуінің ессіз әрекеті қатты тиіп, қабырғасын қайыстырды. Әкелерін қайта-қайта сұрай беретін балаларына не деп жауап қатарын білмей, шақшадай басы шара айналып, айнаға қарап тұрып, Жаннұр шынымен де өзінің сұрықсыз түрінен, артық майларынан жеркеніп, өз-өзін жек көрді. Шиттей бала-шағасымен қоса, алтындай әйелін орта жолдан тастап кеткені Жақсыбектің жетесіздігі шығар. Жаннұрдың тамаққа тәбеті тартпай, күні-түні өзін жегідей жей беретін. Балаларының алдында гүлдей солып барады. Қыздарының оқу үлгерімі де нашарлап, мектепке шақырту алған келіншек ұстаздардан сөз естіп, басы салбырап қайтып бара жатқанда, күйеуі мен бейтаныс әйелдің қол ұстасып тұрғанын көзі шалды. Дереу қыздарына, сендер үйге бара беріңдер, мен арттарынан қуып жетемін, деді де, әлгі екеуіне жүгіре жөнелді. Құдды бір көзіне Әзірейіл көрінгендей Кәмшаттың киімдерін тартқылап, шаштарын жұла айқайлай бастады. Тосыннан келіп қалған сабырлы бәйбішесінің есінен ауысқанын көріп Жақсыбек сасқалақтап қалды. Кәмшатта қалысар емес, қасарысып Жаннұрдың қолынан келгенше ұрып соғып қалуда. Екеуінің төбелесі: «Анашым, маматай қойыңызшы, есіңізді жеңші, мама, сіз бізге керексіз, мама, маматай», деп аяғына оратылып жүрген қыздарының араласуымен тоқтады. Жаннұр күйеуінен демеу күтіп еді, бекер екен. Жыларман болған қыздарын көріп дереу есін жиды да, пора-пора жастарын тия алмай, 2 қызын жетектеп үйіне қайтты. Кәмшат Жақсыбекке: Ана көкбет әйелмен қалайша бірге тұрып жүрсің? Таза нақұрыстың өзі ғой. Ой тоба, жазықсыз, мен нақақтан нақақ тапа бас салған несі? Сен болмағанда полиция шақырып, түрмеде шірітер едім, деп сілкініп отыр. Жақсыбек қосыла сөзін сөйлегенімен, қыздарының әкесіне бұрылып та қарамағанына қапаланып отыр. Жаннұр үйге келсе, ағасы Жәнібек отыр екен. Қарындасының түрін көріп шошып кетті. Жасыруға тырысқанымен, балалы үйде ұрлық жата ма?
Балалар үйдегі жағдайдың бәрін нағашыларына жайып салып, Жәнібек қарындасы мен жиендерін көлігіне отырғызды да үйіне алып кетті. Ертеңіне күйеу баласын іздеп тауып алды да сазайын берді. Тоқалы күйеуін соққыға жыққанын көріп, дереу полиция шақыртты. Тамыр-таныстарының арқасында Жәнібек оп-оңай сытылып шықты. Жақсыбектің иттігінен налып, қатты көңілі қалған жігіт ағасы қарындасының ажырасуын талап етті. Бірақ Жаннұр келісе қоймады. Аға, өзіңіз білесіз, ата-анамыздан ерте айырылып қу жетімдіктер болып өскенімізді. Мен енді қараптан-қарап 4 баламды тірі жетім еткім келмейді. Қандай жаман адам болса да, Жақсыбек балаларымның әкесі, менің некелі жарым. Егер мүмкін болса, яғни сіз келісім берсеңіз, үйімізге қайтсам деймін. Әрине, ол да сіздің үйіңіз екенін білемін. Шешімін өзіңіз айтарсыз, деді де аулада асыр салып ойнап жүрген балаларының жанына кетті. Қарындасының сөздерінің жаны бар, бірақ ана оңбаған күйеу баласына қайта қосқысы жоқ. Осы сәттерде бақыттан басы айналып жүрген Жақсыбектің еш нәрсемен шаруасы болмады. Дайын үй, қарны тоқ, киімі көк, ақша тауып бала-шағаны асырау керек деген миының қыртысының бір бөлігін лақтырып тастаған. Кәмшатпен некелерін қидырып, тоқалдық қалды. Басы айналып жүрген күндердің бірінде үйге бір жас еркек кіріп келді. Денесі алпамсадай, рең басы келіскен жігітті көріп таңырқап, Кәмшатқа бұл кім дегендей қарады. Орнынан атып тұрған әйел әлгі жігітке не айтарын білмей состиып тұрып қалды. Мынауың кім тағы? Кім деймін? Жауап бер. Қашан қоясың осындайыңды сен? Не деген ынсапсыз әйелсің өзің? Жоқ, әскер, тыңдашы, сен дұрыс түсінбедің. Бұл жолы бәрі басқаша. Жақсыбек мені шын сүйеді. Солай ма, Жәке? Бірдеңе десемші. Сен кімсің өзі? Менің некелі жарыма қалай сөйлеп тұрсың? Деп көтеріліп келе жатқан Жақсыбекті әлгі жігіттің жағасынан алды. Жалындап бойына қаны сыймай тұрған бозбала алпамсадай еркектен алыса кетті. Еркектің арасына түсемін деген Кәмшат кәдімгідей ентігіп қалды. Сөйтсе, әлгі жігіт тоқалдың ұлы болып шықты. Небәрі 15 жасында ойыннан от шығып көтерген баласын тумасқа амалы қалмайды. Елге қарабет болып, Кәмшаттың әке-шешесі әскерді бауырына басқан екен. Ал Кәмшат болса, базар жағалап сауда-саттықпен айналысқан көрінеді. Рахат өмір сүріп жүрген Жақсыбекті өгей ұлы жақтырмай-ақ қойды. Кімге де болса бір тиын татпай, үйде масыл болып жатқан тепсе темір үзетін азаматтың ұнамасы анық. Жиі шексіп қалатынды шығарды. Ал Жаннұрдың жылай-жылай жасы шықпай қалды. Өмірден қатты түңіліп, өзіне қол жұмсауға дайын болды. Өзін ешкімге керексіз сезінді. Ақыры шыдай алмай, тоқалды тауып, сөйлесуге шешім қабылдады. Үйіне кіре алмайтынын біліп, Кәмшатты аулада тосты. Көліктен түскен сымбатты әйел барынша сәнді киінген, өкшесін тықылдатып, бөксесін бұлқылдатып, қаздаң басып келеді. Ебіл-дебілі шығып, жанына жетіп барғаны бекер екен. Кәмшат таныса да танымағандай сыңай танытты. Жаннұр: айналайын әпкетай, кешірші мені. Өткенде алқымыңнан алып әдепсіздікке жол бердім. Екеуміз де әйеліміз ғой. Мені де түсінуге тырысшы. Шиеттей бала-шағаммен орта жолда қалдым. Күйеуімнің осылайша жүріс жасап кететін қайдан білейін? Сонда сен мені біреудің отбасын бұзып, байын тартып алатын бұзылған әйелге теңеп тұрмысың? Жақсыбек мені өзі таңдады. Сенікі дұрыс, не айтсаң да көнейін, бірақ ең құрынғанда әкесін балаларынан айырмашы, өтінемін сенен, Кәмшат. Қаласаң аяғыңа жығылайын. Тым құрса аптасына бір рет маған жіберіп тұршы. Балалар әкесін тастап кеткен білмей-ақ қойсыншы, өтінемін. Мұнша тас жүрек емес шығарсың, Кәмшатжан, деп жыларман болған Жаннұрға мұрнынан шүйіре қараған әйел: ойланып көремін, деді де үйіне кіріп кетті. Кешкісін Кәмшат Жақсыбекке: Бүгін мен кімді көрдім, айтайын ба? Кім екен ол сенің көңіліңді көтерген, жаным? Сенің бәйбішеңді, балаларды сылтауратып сені үйіне қайтарғысы келеді екен. Аяғыма жығылғанын көрсең ғой, бейшараға жаным ашып кетті. Саған таңым бар,
сондай салпетек қатынмен қалайша қаншама жылыңды қор еткенсің? Ажырасып, ана дүние мүлкің мен үйді теңдей бөліспеймісің? Астыңа су жаңа мәшіне мініп алып, жер жаһанды шарлар едік. Жаным-ау, ол менің үйім емес, Жаннұрға тиесілі. Оны салпетек қатын деймісің? Солай екен-ау. Отасқанымызға 10 жыл өтсе де мен оған бірде-бір рет көйлек әперіп көрмеппін. Өзі де көрсе қысарлық танытып, ананы әпер, мынау керек деген емес. Жата-жата Жақсыбектің жамбасы ауырды. Қолы бос, іші пысты. Телефонын алып жолдастарына қоңырау шалып, жолығып қайтпақшы. Қалтасында көк тиыны жоқ ерге Кәмшаттан ақша сұрап еді. Қайдағы ақша? Неге керек? Керегіңді әкеп беріп жүрмін. Артық ақшаны не қылмақсың? Жаным, не ғой? Кешкісін жолдас жігіттермен жолығып көңіл көтеріп қайтсам деп едім. Әрине жаным, сен қарсы болмасаң. Айналайын, қарағым, оңды солды шашатын менің ақшам көп емес, ақша табу оңай деймісің? Өзің жұмыс істеуді білмейсің. Сөйте тұра біреудің маңдай термен тапқан ақшасын жаратпақсың. Одан да ана таудай үйілген кір қолыңды жуып қой. Ең құрыса үйге бір пайдаң тиісін, деді де үйден шығып кетті. Кәмшаттың ыстық суығы басылғандай. Негізінде әу бастан үйде еркек кіндікті жүрсе болды. Әйел бақытын сезінем деп ойлаған. Соңғы кездері Жақсыбек Кәмшаттың қол жаулығына айналды. Бұрынғыдай шіреніп, түкірсе түкірігін жер тигізбейтін Жаннұрдың қадірі әсте-әсте сезіле бастады. Жаннұр уақыт өте келе есін жиып, айналасын басқа көз қараспен қарады. Бұрындары күйеуіне жағу үшін айтқанынан шықпай, айдауына көніп, таяғын жеп, әбден езгіленген әйелден қажырлы, қайратты әйелге айнала бастады. Өткеніне көз жүгіртсе, тек ашушаң, еркектің уысында жүрген көгершін болған екен. Бір жағы осындай опасыз еркектің тастап кеткен үшін қуанды. Егерде Жақсыбек тастап басқа елге кетіп қалмағанда, әлі де қамырша иленіп, өтірігіне белшесінен батып отырар еді. Жаннұр өмірдің өз ойлағандай күңіренген қара бұлттардан тұрмайтынын, жауын артынан әр алуан жылы түстен құралған кемпір қосақ пен жадыраған күннің шығатынына сенді, көрді. Өзіне қарады, жұмысқа орналасты. Жанындағыларға шуақ шашатын әйелге еркектердің де есі кете ғашық болатыны бар емес пе? Жаннұрға сөз салушылар да көбейді. Ал Жақсыбек болса, Кәмшаттың айдауында жүретін нағыз күшік күйеуге айналды. Тоқалы есіріп, бай еркектің басын айналдырып, Жақсыбекті үйінен қуып жіберді. Жаным-ау, мені сүйуші едің ғой. Не айтсаң да орындап үйіңді мұнтаздай тазалап, тамағыңды әзірлеп қоюшы едім. Менен немін таптың? Деп шырылдаған күйі айдалада күйсіз қалды. Жақсыбек бір кездері дәл осылай жазықсыз айдай әйелін жылатып, қайдағы бір жеңіл жүрісті әйелге айыр бастағанын есіне алды. Бәйбішенің көз жасына қалғанын ұқты. Алла істегенін алдына айнытпай әкелді. Басы салбырап, Жаннұрға келуге қымсынбады. Есіктен кіре сала бала шағасына құшақ жайып еді, ешқайсысы орнынан тұрған да, бет бұрып қараған да жоқ. Жаннұр Жақсыбекке жымиды да: «Балалар, әкелеріңе барыңдар, сендерді сағынып келді ғой», дегенде үлкен екі қызы: «Біздің әкемізді бізді тастап кеткен күні өлген», деп ащы үнмен тіл қатты. «Мама, керегі жоқ бұндай әкенің. Сізді қалай жылатып тастап кеткені біздің есімізде. Қалай ғана қабылдап үйімізге кіргізгелі тұрсыз? Әке деген осындай болушы ма еді? Мама, керек емес, кетсін, жоламасын бізге», деп екі қызы бірінен соң бір әкелерінің кеудесінен итере бастады. Жаннұр қыздарының бетінен салып қалды да: «Кім не десе де, қалай жасаса да, бұл сендердің әкелерің, менің некелі жарым. Әкең жынды болса байлап бақ деген бар екен, барында бағалаңдар. Алдыңа келсе атаңның құнын кеш. Мен оны кешірдім. Аспан айналып жерге түссе де, мен әкелеріңді сендер үшін әлі талай кешіретін боламын. Себебі мен әкесіз өстім. Қайыршы болса да әкемнің болғанын қаладым.
Сендерді де тірі жетім етіп әкелерің тұрғанда басқаны әке дегізгім келмейді деп Жаннұр өзін өзі ұстай алмай өксіп жылап жіберді. Жақсыбектің Жаннұрға қарайтын беті жоқ. Басы салбыраған күйі жасағандарына өкініп кешірім өтінді. Жұмысқа орналасып, Құдайдан алтын әйел үшін алғыс айтып, енді тура жолдан тайдырмауын жалынып сұрай берді. Әңгіменің соңы.